Көрермендер арасынан мындай пікірлер көптеп келеді. Айда адам болмаған немесе жай ғана Голливудта түсіре салған. Айда ту желбіреп тұрмайды және тағы да басқалары. Білмеймін қай жерден және қалай бұндай ойлар туындайтынына. Сонда алып НАСА және басқа да үлкен дереккөздер бізді 1970 жылдары Аполлон миссиялары болды деп өтірік айтқан ба? Бұл ақымақтық қой. Жарайды, өтірік айтса айтсын, бірақ не мақсатпен, не үшін өтірік алдаған? Тіпті ешқандай себеп жоқ. Скавронның бүгінгі шығарылымынан сол бір адамдардың пікірлері туралы талдап көруге тырысамын. Сонымен айда адам болды ма, әлде бұл өтірік пе? Кішкене тарихқа көз жүгіртейік. Айда жер серігі айда өткен ғасырдың 70-ші жылдары американдықтар болып қайтты. Барлығы 13 миссия Аполлонның айға арналды және ең бірінші айға қонған адамдар Баз Олдрин мен Нил Армстронг болды. Ендігі көптеген адамдардан олар айда болмаған деген бір пікірлер шығады. Және сіздердің де араларыңызда ондай бар екенін білемін. Қарайық. Сіздер бұл пікірлерді орысша дереккөздерге негіздеп ұстанатын шығарсыздар. Ендігі ютубтан американцы не летали на Луну деп іздесем, ең алғашқылары болып Крамола атты канал шығады. Мен тек көрермендер саны көп каналдарды ғана қарадым, өйткені олар өз көрермендерін алдамас үшін ойға қонымды аргументтер келтіреді. Сонымен Крамолада былай айтыпты. Жерден айға дейін бару үшін жер атмосферасының сыртындағы Ван Ален белдеуінен өтуі керек. Ол жердегі радиацияның жоғарылығы соншалықты, егер әлсіз радиацияға төтеп беретін күші болмаса, ол жердегі радиация бірнеше сағаттың ішінде ол нәрсені күйдіріп жібереді. Тіпті тірі организм болса, оны өлтіріп жібере алады бірнеше секундтың ішінде. Былай қарасақ, бұл өте жақсы аргумент, және көбісі, әсіресе мектеп жасындағылар, бұған сеніп қала алады. Бірақ Скавронның көрермендері емес деп ойлаймын. Ең бірінші есте ұстайтын нәрсе, біз ақштың сол кездегі НАСАның Ван Аленге тікелей жіберіп, сол жерден ғарышкерлерді өлтіре салатын болса, бұл ақымақтық екен ұғынуымыз керек. Ван Аленнен де тез өтіп кетуге болатын, яғни ол жерден тікелей ғарышқа шығатын қысқа жолмен үлкен жылдамдықпен өтіп кетуге болады. Және НАСАда өздерінің спутниктерін радиациядан қорғайтындай қабаты болу керек екенін білетін болу керек қой. Өйткені мыңдаған әлемнің ең ақылды физик астронавтары, инженерлері жұмыс істейтін бұл жерде бұл нәрсені естен шығарады деп ойламаймын. Сондықтан Ван Аленнен өте алды және өте алған, бұл жаңсақ пікір. Крамоладан тағы да мынадай аргумент көріп қалдым. Қараңыз, Баз Олдрин қасындағы кішкентай қызға мен айға ұшпадым деп айтып жатыр екен. Бірақ бұл аргумент бола алмайды. Өйткені үлкен ата немересімен жасы баламен ойнай береді ғой. Ескерте кетейін, Крамоланы жамандап жатқаным жоқ, өте жақсы канал. Мен де оларды көп көрем. Тек сіздер осы аргументтерге сүйенген боларсыз деген оймен алып отырмын. Келесі бір туындайтын мәселе, көптеген статьяларда, яғни айда американдықтар болмаған деп жазылған блогтардың авторы бұл сипаттарды ұлтшылдық сипатпен жазғанға ұқсайды. Өйткені көбісінде американдықтарды айға бармаған деумен қатар, американдықтарды, яғни Америка ұлтын бірге жамандап кетіп жатады. Сондықтан да сіздерден сұрарым, егер ұлтшылдық сипатпен Американы айда болмаған деп ойласаңыз, ойларыңыздан бас тартуларыңызды өтінемін. Келесі бір тоқталатын мәселе, айдың атмосферасы әлсіз болғаны үшін одан күннен келетін энергия еш қиындықсыз өтіп кетеді. Егер ондай болса, айға қонған адамдар радиациядан өліп қалу керек қой. Айға қонған адамдардың скафандрлары қандай материалдардан жасалғанына зер салайық. Ол скафандрлардың аты A7L деп аталды. Өте мықты, қалың және қабат-қабат болды. Ішкі қабаты гермокостюм болды. Сыртқы қабатында өртке арнайы қарсы тұра алатын қабат болды. Ішіндегі гермокостюмнен кейін арнайы күннен келетін радиация және кішкентай детальдар скафандрды жыртып жібермес үшін 3-4 қабаты болды. Сондықтан да скафандрлар толығымен радиацияға қарсы тұра алады деп айта аламыз. Ендігі айда ту тіккен кезде неге жалау желбіреп кете береді деген сұрақ бар. Ол жақта гравитация аз ғой, соған қарай инерцияда қатты болмау керек. Бірақ менің ойымша, мына видеоны арнайы монтаждап жасай салған немесе деректі фильмнен үзінді адамдар арасында оригинал деп кетілген болуы мүмкін. Өйткені қайтадан ойланып көрейік. Егер НАСАда әлемнің
Ең мықты физиктер отыр делік. Инерциясы аз жерде жалауды орнату барысында желбіреп кете берсе, бұны олар тылсым құбылыс деп алып зерттеуге көшіреді. Сондықтан да барлығы орнында. Егер НАСАның ресми сайтында ту тік десе, ту тігілгеніне сенуіміз керек. Егер менің барлық айтқандарыма сенбесеңіздер, жай ғана орыс блогер Топлестің мысалдарын көрсетуге тура келеді. Мынау айдың орбитасындағы айды айналып жүрген Lunar Orbiter'дан түсірілген суреттер. Бұл жерде жаңағы Аполлон миссияларының барлық іздері айқын көрініп тұр. Қалай айлы роуермен сол жерде зерттеген, қанша қашықтыққа дейін жүрген, барлығы көзге айқын. Неге із айда сақталып қалады деген сұрақ туындаса айта кетейін. Айдың топырағындағы ізді формасында сақтап қалатын ылғалдылық болмаса да, оның топырағындағы құрамындағы формасын дәл солай ұстап тұра алатын қосындылар бар. Видеоның соңында айта кетейін. Көшедегі кез келген адам мысалға алғанда жерді жазық деп айта салуы мүмкін. Бірақ сіз сол көшедегі адамға сенесіз бе? Әлем мойындаған НАСА мен басқа да алпауыт бірлестіктерге сенесіз бе өзіңіздің еркіңізде? Сонымен видеомыз соңына жетті. Скавронның ВК парақшасына тіркелулеріңізді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін жай ғана саусақ тигіз, ал біз үшін үлкен қуаныш.